Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жұмсақ әрі тез дайындалатын мини нандардың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізбен дрожжиді қосып жақсылап араластырып аламыз. Кейін қантымызды салып, дрожжіміз ерігенше 1-2 минуттай тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұн мен тұзымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырды илеген кезде осылай қолға жабысып тұру керек. Бес 7 минут илегеннен кейін қамырымыз осындай болып шығады. Кейін үстінен бөлме температурасындағы сливочный майымызды қосып, тағы да 1 келкі қамыр шыққанша тағы да илеп аламыз. Таза ыдысымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды салып, бетін жауып, 1 сағатқа 2-3 есе көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Менде қамыр осылай көтерілді, даже 3 есеге де көтерілді. Ендігі кезекте қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін 10-11 кесекке бөліп аламыз. Осы видеода көрсетілгендей қамырымызды шар тәрізді етіп, 1 келкі болғанша қолымызды айналдырып алып аламыз. Неғұрлым қамырыңыз тегіс болса, соғұрлым наныңыз піскен кезде әдемі болып піседі. Келесіде пергамент қағазының үстіне жаңағы дөңгелектеген кішкентай нандарымызды өзіміздің қалауымыз бойынша қойып шығамыз. Мен осындай дөңгелек тәрізді етіп пішінде жасап шықтым. Қамырымыздың үстін жауып 1 сағаттай жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 2-3 есеге осылай көтерілу керек. Көтерілгеннен кейін сүтімізді жылытып үстіне жағып шығамыз. Дайын болғаннан кейін духовкамызды 170 градусқа қыздырып аламыз. 25-30 минутқа қойып қоямыз. Қарасаңыздар, менде осылай пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін жылы күйде үстіне сары майымызды ерітіп жағып шығамыз. Өте керемет әрі жұмсақ болып шықты. Сонымен қатар жеуге өте ыңғайлы. Астарыңыз дәмді болсын.